Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен котлет пен картофельный пюренің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алтымен картоп пен пиязды осылай блендерден болмаса еттартқыштан өткізіп алып, нанды суға салып қоямыз. Кейін тартылған етке бір жұмыртқа қосып, жаңағы блендерден өткізілген сарымсақ пен картопты салып, нанды судан қысып алып, татымына қарай тұз, бұрыш салып, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Содан соң котлетімізді осылай ұрғылап, шашылып қалмас үшін жақсылап осылай ұрғылап, қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай екінші жағын аударып қуырамыз. Кейін подливын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пияз, өздеріңіз қалауларыңызға қарай кез келген көкөністерді қосып жасайсаңыздар болады. Морков және де қызанақ қосып, татымына қарай тұз қосып, бұрыш қосып, барлығын жақсылап қуырамыз. Барлығы жақсылап қуырылған соң су қосып, табанның бетін жауып, 10 минуттай пісіреміз. Суымыз қайнаған соң жаңағы піскен котлеттерімізді осылай барлығын салып, жарты сағаттай бұқтырамыз. Енді картофельный пюрені дайындаймыз. Тазаланған картоптарға су құйып, тұз салып, картопты пісіреміз де, піскен соң суын төгіп, біраз мөлшерде сары май қосып, осылай езіп аламыз. Осылай пюреміз дайын болды. Барлығын тарелкаға салып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.